аталарға айтатын менің негізгі кеңесім, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда балалар әлеуметтік желілерде көп отырады. Сондықтан біз балаларымыздың әлеуметтік желідегі өмірінде назардан шығармауымыз керек. Яғни бала қандай әлеуметтік желіде тіркелген, және балалар күнделікті өзінің парақшасында, болмаса өзінің статусында қандай материалдар салады, қандай ойлармен бөліседі. Сонымен бірге балалар кіммен дос болып жүр, бала қандай топтарға жазылған, яғни балалардың әлеуметтік желідегі қызығушылықтарын біз қарап отыруымыз керек. Біз сол арқылы жалпы балаларымыздың осындай қауіпті деструктивті идеологиялар, болмаса басқа да қауіпті ақпарат көздеріне баруына, болмаса оларға осы жаңа мен айтып өткен радикалды деструктив идеология өкілдерінің қармағына, болмаса арбауына түсіп қалуынан біз балаларды сақтаймыз. Сондықтан біз балаларымызды бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер, жалпы денсаулықтың гигиенасын үйретеміз ғой. Сол секілді балаларды да осы әлеуметтік желінің әдебіне, яғни гигиенасына үйретуіміз керек. Сол кезде біздің балаларымыз осындай қауіп-қатерлерден, әлеуметтік желіде қауіп-қатерлерден өзін аулақ ұстайды. Сондықтан мен ата-аналарға айтатын кеңесім, мүмкіндігінше әлеуметтік желіде балалармен жақын болыңыздар. Міндетті түрде қарап, назардан қалдырмай, балаларыңызбен әңгімелесіп, жалпы оның іштегі қалыптасқан сырларын, болмаса басқа да өзекті мәселелерін бірлесіп шешуге тырысыңыздар. Сол кезде ғана бала өзінің ішкі күйзелісі, болмаса ішкі проблемаларын әлеуметтік желіде емес, сіздермен бөлісетін болады. Қысқасын айтқан кезде ата-аналарға айтатын кеңесім, егер де балаларыңыздың болашақта адаспауын, болашағының жарқын болуын қаласаңыз, балаңызбен дос болыңыз.